Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз синтаксистік талдауды үйренетін боламыз. Соның ішінде тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелерді талдап үйренеміз. Былайша айтқанда, синтаксис ол сөз бен сөздің байланысын, тіркесуін, сөйлемді зерттейді. Тіл білімі фонетика, лексика, морфология, синтаксис деп аталатын 4 саладан тұрады. Фонетика дыбысты, әріпті, лексика сөз мағынасын, морфология сөз құрамының бөлшектерін зерттесе, синтаксис сөз бен сөздің байланысын, тіркесуін, сөйлемді зерттейді. Сөйлем мүшелері бізде тұрлаулы және тұрлаусыз болады. Тұрлаулы мүшеге бізде бастауыш пен баяндауыш жатады, ал тұрлаусыз мүшеге анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш жатады. Мысалы айтатын болсақ, тұрлаулы мүшеге мысал, қар жауды. Не істеді? Жауды. Не жауды? Қар жауды. Бұл бізде қысқа да нұсқа қардың жауғаны туралы айтылып тұр. Ал тұрлаусыз мүшеде осы қардың қалай жауғанын, қашан, сипатын, түр-түсін бәрін толықтыруы. Яғни, қар кеше қалың жауды. Не істеді? Жауды. Не жауды? Қар жауды. Қар қалай жауды? Қар қалың жауды. Қар қашан жауды? Қар кеше қалың жауды. Яғни, осыдан ақ бізде жауды ол баяндауыш, қар зат есімнің не деген сұрағына жауап бергендіктен бастауыш, қалың және кеше пысықтауыш болып табылады. Тұрлаулы мүше, бастауыш, сөйлемде атау септікте тұрып, баяндаушы анықтайтын іс-қимыл, сапа белгінің иесі. Кім, не, кімдер, нелер, несі, кімі деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға айтатын болсақ, әсем кеше әдемі көйлек киіп келді. Бұл жердегі бізде бастауыш әсем, яғни зат есімнің кім деген сұрағына жауап береді. Екінші тұрлаулы мүше ол бізде баяндауыш. Ол бастауыштың қимылын, іс-әрекетін, сапа белгісін айқындап, онымен бір тұлғада тұрады. Және ол үнемі сөйлем соңындағы сөз немесе сөз тіркесі болып табылады. Ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы айтатын болсақ, әсем кеше әдемі көйлек киіп келді. Не істеді? Киіп келді. Бұл бізде сөз тіркесі болып табылады. Және кейбір кезде бізде баяндауыш міндетті түрде не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап бермейді. Оның ең басты қағидасы ол жай сөйлемнің соңындағы кез келген сөз немесе сөз тіркесі ол бізде баяндауыш болып табылады. Мысалға айтатын болсақ, туған жердің жусаны жұпар. Бұл бізде жұпар. Қандай деген сұраққа, сын есімнің қандай деген сұрағына жауап берсе де, сөйлем ішінде және сөйлемнің соңында келгендіктен сөйлем ішінде баяндауыштың қызметін атқарады. Және тағы да бір ескерте кететін жайт, ол ешқашанда жай сөйлемде екі бастауыш не екі баяндауыш бірыңғай мүше болмаса болмайды. Себебі тұрлаусыз мүшелер жасырын келуі мүмкін. Мысалы, Арман сабаққа компьютер алып келді. Не істеді? Деген етістікті сұрағына жауап беріп, және жай сөйлем соңында келгендіктен сөйлем ішінде баяндауыштың қызметін атқарады. Арман кім деген сұраққа жауап бергендіктен сөйлем ішінде бастауыштың қызметін атқарады. Компьютер бұл бізде жасырын келген толықтауыш, яғни бұл бізде табыс септігінің нені деген сұрағына жауап береді, яғни д жалғауы жасырын келіп, тура толықтауыш. Яғни, Арман нені алып келді? Компьютерді. Бұл бізде Арман не алып келді деп сұрай алмаймыз, себебі бізде онсыз да Арман деген бастауыш бар. Бұл жерден біз толықтауыш нені деген сұрағын алады екенбіз. Яғни, Арман компьютерді алып келді. Сабаққа, қайда деген сұраққа жауап бергендіктен сөйлем ішінде пысықтауыштың қызметін атқарады. Тұрлаусыз мүше анықтауыш сөйлемде сын, түр-түс, сан, иелік, көлем, мөлшер және тағы да басқа сапалық белгілерді білдіреді. Және ол қандай, қай, қанша, неше, кімнің, ненің деген сұрағына жауап береді. Мысалға айтатын болсақ, әсем кеше әдемі көйлек киіп келді. Бізде әдемі деген сын есімнің қандай деген сұрағына жауап бергендіктен бұл бізде анықтауыш болып табылады. Және оның астын біз ирек сызықпен сызамыз. Оның негізгі белгілері ол зат есімнен немесе заттанған басқа сөз таптарынан болған сөйлем мүшесінің сандық, иелік, мөлшерлік және тағы да басқа белгілерін білдіреді екен. Екінші, ол қандай, қай, қанша, неше, кімнің, ненің деген сұрақтарына жауап береді. Және үшінші, өзі анықтайтын мүшемен матасу, қабысу түрінде байланысады. Келесі тұрлаусыз мүше ол бізде толықтауыш. Ол сөйлемде іс-әрекетті, оқиғаны заттық мағына жағынан сипаттайды. Мысалға айтатын болсақ, әсем кеше әдемі көйлек киіп келді. Бұл бізде қайтадан жасырынған толықтауыш болып табылады. Себебі бізде әсем деген бастауыш бар. Және бұл жай сөйлем болғандықтан көйлек деген бізде жасырын келді. Яғни әсем нені киіп келді? Әсем көйлекті киіп келді. Толықтауыш бізде үзік сызықпен сызылады. Және оның негізгі белгілері біріншіден барыс, табыс, жатыс, шығыс көмекте септіктердің сұрағына жауап береді. Екінші, заттық мағынада болады. Үшінші, мағынасы мен байланыс түріне қарай тура және жанама толықтауыш деп екіге бөлінеді. Яғни тура дегеніміз ол табыс септігінің кімді нені деген сұрағына жауап беретін сөз болса тура толықтауыш, ал егер барыс, жатыс, шығыс көмекте септіктердің сұрағына жауап беретін болса, онда ол бізде жанама толықтауыш болып табылады. Төртінші, байланыс меңгеру мен жанасу түрлерінен жасалады. Және үшінші тұрлаусыз мүше ол бізде пысықтауыш. Сөйлемдегі іс-әрекет, оқиғаның мекенін, мезгілін, қимылын, себебін, мақсатын білдіреді. Қашан, қалай, неге, не себепті, не үшін, қайдан, қайтып, қалайша, неліктен деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға айтатын болсақ, әсем кеше әдемі көйлек киіп келді. Кеше деген бізде қашан деген сұрағына жауап бергендіктен ол бізде пысықтауыш болып табылады. Және ол бізде үзік нүкте болып сызылады екен.
Оның негізгі белгілері ол біріншіден іс-әрекет оқиғаның мезгілін, мекенін, сын бейнесін, себеп салдарын, мақсатын сипаттайды. Қашан, қалай, неге, не себепті, не үшін, қайдан, қайтып, қалайша, неліктен деген сұрақтарға жауап береді. Үшінші, байланыс меңгеру жанасу қабысу арқылы жүзеге асады. Төртінші, мағынасына қарай беске бөлінеді. Яғни мезгіл пысықтауыш, мекен пысықтауыш, сын қимыл пысықтауыш, себеп салдар пысықтауыш және мақсат пысықтауыш болып. Және біз сөйлемнің өзінің талдау реті болады. Яғни біз синтаксистік талдау жасағанда ең алдымен біріншіден сөйлемнің ішінде баяндаушы тауып аламыз. Мысалға айтатын болсақ, Гүлжан туған ауылынан ертең көлікпен қайтады. Не істейді? Қайтады. Бұл бізде сөйлем ішінде баяндауыш болып тұр. Себебі ол бізде етістіктің не істеді деген сұрағына жауап беріп тұр. Екінші, біз бастаушты тауып аламыз. Кім қайтады? Гүлжан қайтады. Гүлжан ол бізде зат есімнің кім деген сұрағына жауап бергендіктен сөйлем ішінде бастауыштың қызметін атқарады. Және үшінші тұрлаусыз мүшелерді табамыз. Ол бізде сұрағына байланысты. Мысалға айтатын болсақ, Гүлжан қайдан қайтады, қашан қайтады, немен қайтады дегендей. Және төртінші, ең соңынан барлығын тексеріп алуымыз шарт. Өйткені бізде бағанағындай жасырын келген тұрлаусыз мүшелер болуы мүмкін. Гүлжан туған ауылынан ертең көлікпен қайтады. Біріншіден, үнемі сөйлем соңындағы сөз немесе сөз тіркесі баяндауыш болып табылады. Ең алдымен біз соған байланысты сұрақ қоямыз. Не істейді? Қайтады. Кей кезде ол екі не одан да көп сөздерден тұруы мүмкін, яғни сөз тіркесі болуы мүмкін. Оны біз сұрақ қою арқылы ажырата алады екенбіз. Екінші, енді іс-әрекет бір тұлғаға немесе затқа тән болады. Соны сұрақ қою арқылы анықтауымыз керек. Мысалға, кім? Гүлжан, яғни кім қайтады? Гүлжан қайтады. Үшінші, сөйлемде ең соңынан тұрлаулы мүшелерді табамыз. Анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Себебі олар осы сөйлемнің мән-жайын, сипатын, уақытын толықтырып тұрады. Яғни сөйлем толымды сөйлемге айналады. Гүлжан қайдан қайтады? Ауылынан қайтады. Ауылынан қашан қайтады? Ертең қайтады. Ауылынан немен қайтады? Көлікпен қайтады. Қандай ауылынан көлікпен қайтады? Туған ауылынан көлікпен қайтады. Яғни бізде осы сөйлемді талдағанда ретімен айтамыз. Яғни не істейді? Қайтады. Кім қайтады? Гүлжан қайтады. Үшінші, Гүлжан қайдан қайтады? Ауылынан қайтады. Төртінші, Гүлжан ауылынан қашан қайтады? Ертең қайтады. Бесінші, Гүлжан ауылынан ертең немен қайтады? Гүлжан ауылынан ертең көлікпен қайтады. Гүлжан қандай ауылынан ертең қайтады? Туған ауылынан. Яғни бізде осы сөйлемді талдаған күннің өзінде өзінің белгілі бір реті болады. Оны біз сұрақ қою арқылы, олардың байланысы арқылы ажырата алады екенбіз. Енді өзіндік жұмыс. Осы екі сөйлемге өздеріңіз синтаксистік талдау жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.